Ассалаумағалейкум. Осы видеода жалпы адамға не үшін воздержание керек, сол туралы айтатын боламыз. Жалпы дәл саған не үшін воздержание керек? Өзің ойлап көрдің ба? Мысалы, мен өз басымнан мысал келтіретін болсам, онда нәрсе, мен осы әдеттен арылғаннан кейін өзімді толық адам секілді сезіндім. Яғни мен ол уақытқа дейін бір әлсіз болдым, яғни мен андай болады ғой, бір состояние болады ғой, бір жас андай бір жанып тұрған жігіт емес, бір өмірінің соңына жеткен бір қария сияқты боласың да, андай еш нәрсеге желаниең жоқ, еш нәрсеге қуатың жоқ, жарайды қоя салшы деп жата бергің келеді, ештеңе істегің келмейді. Сондай нәрсе болды да менде. Ал одан кейін өз-өзімді қолға алып, сол нәрсені доғарғаннан кейін менде күш қуатым артты және өмірге деген менің бір көзқарасым өзгерді. Себебі порнография көру және соған мастурбация жасау ол шынайы өмірден қашу. Және ол шынайы өмірден қашып сен бәрібір ешқайда құтылып кете алмайсың ғой. Сосын ол нәрсені жасап қойғаннан кейін саған осы өмір андай бір тусклый көрінеді, тусклый, сұр, ешқандай бір қуаныш жоқ сияқты көрінеді. И сонымен қатар постоянно басың ауырады, постоянно бір нәрсеге күшің, ерік-жігерің жетпейді да. Вот осы нәрсе. Сосын қалай дұрыс воздержание жасау керек? Егер сенің бір істейтін ісің болмаса, бір өзіңнің өмірлік бір ісің болмаса, соған барлық жаңағы енді бұл жерде түсіну керек нәрсе, жалпы воздержание ол бізге инструмент. Ол қандай инструмент деген кезде, ол бізге жаңағы колоссальный, соншалықты жаңағы көлемдегі энергиямен жаңағындай уақытты бізге үнемдеп береді да. Және сол уақыт пен сол энергияны біз жұмсайтын бір бағыт болу керек. Хобби болу керек. Сондай нәрсе. Сол үшін егер сіз жақсылап ойланыңыз, сізге осы нәрсе керек па, керек емес па? Және тағы бір айтатын нәрсе. Бұл жалпы эрекцияны туғызу үшін негізі адамның ағзасында ол жаңағы кіндіктен төмен жерде жаңағы қан тамырлары көптеген жаңағындай литр қанды айналдырады, дұрыс па, жаңағы сіздің мүшеңізді тұрғызу үшін. Енді соншама жылдар бойы тіпті кейбір адамдарда 10-15 жыл мысалға өзінің тәжірибесі бар, осы порнография көруде. Және сонша уақыт бойы адамның жаңағы мүшесі активно жұмыс істеп келе жатады да. Енді және бір уақытта сіз доғарайын деген кезде ол жерде қан айналым доғармайды, яғни қан айналым қайта-қайта жүре береді. Және соншалықты қан сол жаққа құйылады ғой. Сол кезде адамда не болады, жаңағы застой деген нәрсе болуы мүмкін. Яғни адамның мына кіндіктен төмен жағы ауырып бастайды. Сол нәрсені туғызбау үшін адам активный образ жизни, яғни белсенді өмір салтын ұстану керек. Күнделікті жүру керек. Енді көп демей ақ қояйын, бір өзіңізге қарай, яғни өзіңіздің шамаңыз келетін. Мысалға мен 10 мың, 12 мың шаг жүремін, примерно орташа айтқан кезде. Және кейде болады, мысалға өзіме марафон ұйымдастырамын. Яғни аптасына бір рет 6 километр, кейде 8 километр пробежка тоқтамай. Сол нәрсе арқылы адамның мынау аяқтарында, сонымен қатар мынау кіндіктің асты жағында жақсы қан айналымы жүріп отырады. Сол кезде адамда кровяной застой болмайды. Жақсы жігіттер, қуатты болыңдар.